Суға көңіліміз толады. Жасыратын шешесі жоқ. Қай жағынан толады? Енді былай ғой, халыққа түн ішінде хабарлассаңыз да қызмет етеді. Арнайы бригада бар. Келеді, көреді, істеп береді. Ол жағына мен ешнәрсе айта алмаймын. Өйткені талай адамдар маған шағым жасайды. Мен сіздерге шығам. Рахмет, ана күнде мысалы мен Құрсайда бір 16 үйде осындай тіршілік болып қалды. Сосын абонент басшысын Орекеңге жіберді. Неменен жаңағы сіздердің заңгерлеріңізбен. Сөйтіп жағдайды көріп, анадай тұрған жерді 20 метрге жерге көшір өткізіп берді. Рахмет. Мен ешқандай әңгіме айта алмаймын. Көңілім толады. Енді қазір жүйеде Қызметтеріңізге рахметтен басқа айтатын шешем жоқ. Бұрынғы Суалканың бер жағында Сливнойда алдыңғы жылдары барып ауыстырды жерде тұрып отыр. Олардың да бәрін көрдік мысалы. Ол реконструкция жасаған екен, оның енді күнделікті қабылдау жүйелері артты мысалы. Білдіңіз бе? Бұрынғы кішкентай еді, оны кейін расширение жасады. Оны біз барып көрдік. Оны бір емес екі этаппен істеді. Екеуінде де барып көрдік. Сол жерде пресс-тур өткізді, басында болдық. Көрген нәрсені біз көріп, болған нәрсені болып деуіміз керек қой біз. Істеліп жатқан нәрсені істемейді деп айтуымыздың хақымыз жоқ. Біз тек істеп жатқан адамдарға рахмет деп айтуымыз керек. Өйткені олар халық үшін істеп жатыр, өзінің жеке басы үшін емес мысалы да. Оның қызметін халық көріп жатыр. Мысалы мен жазғам, біз Шымкент көгалданған көк зеленый қалай едік. Енді Сасқала атанамыз деп мен былтыр осыны президентке жазғам. Мен әлі толыққанды солардың бәрін әлі қосып берген жоқ. Тілегіңіз қандай енді жалпы су ресурстық маркетингіне қандай тілегіңіз бар айтатын? Мен су ресурстық маркетингіне халықтың атынан, өзімнің атынан, басқаның бәрі, мен де тұрмышым ғой, менің атынан айтатын рахметім өте көп. Бұл кісілер бір орында тұрмайды мысалы, бұл кісілер алға қарай кетіп жатыр. Біздің барлық саламыз сіздер ұқсап мысалы ізденіп, шетелдерге барып, басқа жерлерге барып көріп, әкеліп соны бізге өзімізге құрып жатса, ол нұр үстіне нұр мысалы.